Уақыт қалай зымырап өтіп жатыр десеңізші. Милан кеше ғана аузын айға билеген, алдына келгеннің барлығын жайрататын жыртқыш болған. Сол кездегі Миланға қарсы Сан-Сириода доп тебу тозақпен тең болды десем, артық айтқаным емес. Ал бүгінгі Милан сол бір қаһарлы қарқыны қайда кетті? Дәл осы сауалдың жауабын біз іздейтін боламыз. Қысқаша шолу. Клубтың іргетасы 1899 жылы 16 желтоқсанда қалады. Рассонери 119 жылдың ішінде басынан не өткізіп, не қоймады десеңізші. Қаржылай мәселелер клубты қинаған уақытта Милан еңсесін түсірген жоқ. Осындай мәселелерге төтеп беруінің арқасында Милан баршаға қайсар және табанды клуб екендігін айқын дәлелдеді. Рассонери 18 мәрте Скудеттоны, 5 Италия кубогында, 7 Еуропаның ең басты доп додасында топ жарумен және әлемнің 4 мәрте ең үздік клубы атануымен әлемдегі жүлдеге бай клубтардың бірі және бірегейі болып табылады. Милан тарихы небір бірінен бірі асатын аңыз ойыншылар мен білікті бапкерлерге бай, бірақ бәрінен бөліп жара алатын ұлы қорғаушы бар. Паоло Мальдини. Милан үшін бақандай карьерасының 23 маусымын өткізген капитан. 23 маусым. Миланның жарық жұлдызы болған Чезаро Мальдинидің ұлы болып табылатын Паолоға бастапқыда ешкім жарық жұлдыз болады дегеніне сенбейді. Кейінірек келе Мальдини өзін сынаған шыншылардың аузын жабады. Мальдинидің клубтық деңгейінде Миланнан басқа ешбір клубтың жейдесін киіп көрмеген. Кию ойында да болған жоқ. Осындай адал ойыншымен Милан мақтана алады. Жаңа ғасырдың басындағы Милан. Карло Анчелотти баптайтын Миланның ойынына қарауы бір ғанибет еді. Кез келген қақпашының сорына айналған Шевченко, ала допты ұршықша меңгерген Кака, жартылай қорғаныстағы маэстро Пирло, зеңбіректей соққысы бар Зедор, жан алысып жан беріскен Гаттузо, тасқамал қорғаушы Мальдини, қабырғадай берік болған Дида. Рассонеридің алтын кезеңі. Олд Траффордта 2002-2003 маусымда Чемпиондар лигасының ақтық сынында қос Италия алпауыты Милан мен Ювентус кездесті. Негізгі уақытта қос команда бір-бірінің қақпасын кілтін таба алмайды. Алайда пенальти сериясында Дида 3 пенальтиді қайтарып Миланға жеңіс әкелді. Сонымен қатар сол жылы Италия футбол клубында топ жарады. Келесі маусымда Миланға Италияда тең келетін клуб болмайды. Рассонери 2003-2004 маусымда Скудеттоны қанжығалайды. Біздің каналдан ең қызықты видеолар топтамасын көре аласыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Видеоның соңында өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазіргі Милан. Сильвия Берлускони клубты қытайлық Ли Юн Хунға сатқан кезде бойымызды ностальгия сезімі биледі. Берлусконимен бірге Милан 5 рет Чемпиондар лигасында топ жарды. Бұның өзі көп жайт туралы айтады. Қазіргі Миланның ойынында тұрақтылық жоқ. Бапкерлер штабы 40 құбылады. Біресе Винченцо Мантелло, енді біресе Дженнаро Гаттузо. Келесте тағы біреу. Әрине түсінеміз, бұл бапкерлер басшылықтың тапсырған міндеттерін орындай алмады. Бірақ кейбіреулеріне мүмкіндік беріп көру керек еді. Сабыр төбе сары алтын деген бостан-босқа айтылған мақал емес. Өткен жазда Рассонери трансферлік ауысымды жарды. Трансферлік ауысымда Миланның жаңа президенті Ли Юн Хун 12 футболшыны 183 миллион евроға қатарға қосты. Трансферлердің Бануччиден басқа барлығына көңіліміз толады. Бануччи сынды әлемдік жұлдызды арзан бағаға алған 40 миллион евро. Ювентустың символы болған Бануччи Алегримен болған кикілжіңнен кейін Миланға ауысты. Келе салып капитандық белгішені қолына тақты. Бұл трансфер қос командаға да пайдасын тигізген жоқ. Ювентусте Бануччидің жоқтығы қатты білініп тұр. Миланда Бануччи 4 қорғаушы жүйесіндегі ойынға толыққанды үйренісе алмай, соның әсерінен ойыны жүрмей жүр. Ал қалған ойыншылардың трансферлеріне көңіліміз толады. Чалханоглу, Родригес, Сильва, Сусо тағы басқа. Нәтиженің болмау себебі ойыншылардың бірін-біріне үйренісе алмауы. Негізгі құрамда футболшылардан былтыр өнер көрсеткен Доннарума мен Бонавентура және Монталива ғана. Жақсы нәтиже көрсету үшін ойыншылардың арасында түсіністік болу қажет. Түсіністік болу үшін бірге өткізген ойын тәжірибесі көбірек болу керек. Ойын нәтижелеріне қарап отырсақ, Милан жанкүйері болмасақ та көңіліміз
қатты құлазиды. Деградация қалай орын алды? 2012 жылы Милан қаржылай келеңсіздікке байланысты менмін деп жүрген көшбасшыларын сатуға тура келді. Бір уақытта Златан Ибрагимович, Тиаго Сильва сынды ойыншылармен қоштасуға тура келді. Сол кезден бастап Милан тек төмен қарай құлдырай берді. Келесі 2013-2014 маусымда Милан маусымды 10-ші орынмен аяқтады. Мұндай сүреңсіз ойынға кім кінәлі? Жанкүйерлер емес, бапкерлер емес, әрине басшылықтың өзі кінәлі. Нашар ойынның себебі кризис екендігі мәлім. Бірақ кризиске жол беріп қойған басшылық болмағанда немене? Иә, Милан қазір құлады, бірақ Милан тұрған кезде барлығы құлайды. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.